өз зейнетақы жинақтарыңызды мерзімінен бұрын және толық көлемде қолдана аласыздар. Қаласа жаңадан үй немесе пәтер сатып алса болады. 20% көлемдегі мемлекеттік сыйлық ақы алатын боласыз. Еңбек өтілі бойынша зейнетке шыққан азаматтарға орысша айтқан кезде по выслуге лет, яғни жасыңызға байланысты емес, қызметіңізге байланысты зейнетке, яғни пенсияға шыққан болсаңыздар, сіздер өз зейнетақы жинақтарыңызды мерзімінен бұрын және толық көлемде қолдана аласыздар. Олар кімдер? Мемлекеттік арнайы орган қызметкерлері, құқық қорғау орган қызметкерлері, әскери қызметкерлер, фельдъегерлік орган қызметкерлері, немесе әскери қызметте кемінде 25 жыл жұмыс жасаған қызметкерлер. Ал толық бұл топтың тізімін осы роликтің астынан көрсеңіздер болады. Ендеше бұл азаматтар зейнетақы жинақтарын қалай қолдана алады және не үшін қолдана алады? Біріншіден, олар бар болса ипотекасын жабуына болады. Қаласа жаңадан үй немесе пәтер сатып алса болады. Тіпті бастапқы жарна ретінде ипотека алу үшін қолдансаңыз болады. Болмаса, өз денсаулықтарын дұрыстау үшін немесе емделу үшін де қолдансаңыздар болады. Ал зейнетақы жинақтарын қолданудың ең ыңғайлы түрі отбасы банктегі депозитке аудару. Яғни сіз депозитке аударсаңыз, банктен 2% және мемлекеттің 20% көлеміндегі мемлекеттік сыйлық ақы алатын боласыз. Және алдағы уақытта ең тиімді несие түрін қолданатын боласыз. Ендеше қалай қолданамыз? ЕМПФ-ның сайтына кіресіздер, сізге қанша сума тиесілі екенін білесіздер. Одан кейін emпф-отбасыбанк.kz сайтына кіріп, өзіңіздің зейнетақы жинақтарыңызды қолдануға өтінім бересіздер. Естеріңізде болсын, міндетті түрде арнайы шот ашу керек. Арнайы шотты біздің мобильді қосымшадан ашсаңыздар болады, немесе жаңағы сайттан да автомат түрде ашсаңыздар болады. Ал толық бейне нұсқаулықты осы роликтің астына сілтеме ретінде бекітіп қоятын боламыз. Баршаңызға сәттілік.